Ал онда Ера, бүгін мынау Қазсауыт студияңызға келіп қалдым. Келдегі мақсатым осы өткен Астанадағы концертіңіз керемет болды. Рахмет. Жаңа айттық қой, елдің ықыласы, пейілі. Енді менің білейін деген, сіз енді өзіңіз экономистсіз ғой, жалпы мамандығыңыз. Осы жаңа өнді қалай бастадыңыз, қандай идеяменен, не мақсатпенен, қашан бастадыңыз, қалай дамыттыңыз, басында жұлдыз шығарсам деген ойыңыз да болды ма, жоқ кейіндеп туды ма, бірте-бірте жұмыс барысында. Сол туралы айтып отырсаңыз. Бұл енді қызық. Адамның қызығушылығы деген барлығын алып келеді. Мен өзім мамандығым экономика оқығанда, кейін университетті бітіргеннен кейін сыртқы сауда меңгермесен, сыртқы департамент осы. Соның астындағы, соның қасындағы компаниялар болды. Соған жұмысқа тұрдым. Сонда ары бері жүріп, өз тірліктерімізді істеп жүргенбіз. Бірақ күнде мен жаңағы кассета сатып аламын. Ән тыңдаймын. Өзімнің магнитофоным бар. Ол кезде жаңағы магнитофонның кезі ғой, кассетаның кезі. Сол ән тыңдау барысында сонда жаңағы сатушының қазақ ұлт емес, басқа ұлт өкілі екендігін көріп мен қайран қалдым. Ой Алла, біздің осындай бір осы қазақ кассетасын сататын бір қазақ табылмағаны ма деп. Сонымен соған ой келді да, сосын мен кассета сатудан бастап кеттім. Кассета дүкенді ашқан кезде мен сол кезде кассета сататын дүкенімнің атын Жаңаөен деп қойдым мен. Мақсатым осы әуендерді жаңа форматта көрсетемін, жаңа форматта жұмыс жасаймын мен. Қазақ әуендерін жаңа форматқа келтіремін деген сондай бір мақсатпен жаңа әуен деп қойдым. Яғни әуендерімізді жаңалаймыз деген мақсатпен. 97 жылы қаңтардың 27-сі күні тұңғыш менің жаңағы 1 метрлік дүкеннің сөресі ғой, сол ашылды. Үрімжіде ғой? Үрімжіде. Дүкен сөре, дүкен емес, осындай бір сөре, кассеталар тізіп қоямын, 17 түрлі кассета. Содан бастағанбыз міне. Содан бастаған Жаңаөен кейін сол жылдың соңы концертке ұласты. Тұңғыш концертіміз 98 жаңа жыл дейді. Қайрат Жұмахан деген жаңа композитор, әнші, сол досымыз бар, сол екеуміз бірлесіп. Жаңаөенде жаңа жыл деп 98 жыл тұңғыш концерт қойдық. Сол Жаңаөенде жаңа жылдан жалғасып, міне күні бүгінге дейін келе жатыр. Ойласаңыз, барақта бір 12 жыл үзіліп қалды. Өйткені мен басқа бизнеспен, яғни міне Қазсаунд, мен мына дыбыс аппараттарын сатам. Арнаулы Қазсаунд деген бренд тіркедім. Сол Қазсаундқа байланысты бүкіл ресторанына, басқа концерт зал соларға аппаратуралар қоямыз. Сонымен 12 жыл сонымен айналысып кеттім. Енді сол барыста не қалып қалды? Мына Жаңаөеннің жұмысы қалып қалды. Ал енді былтырғы жылдың аяғынан бастап, шағын аудан қалаларда концерт қоюдан бастап өзім жүргізуші болдым. Сол кезде сонымен енді тұңғыш үлкен көлемді концертімізді 20 сәуір күні Астанада өткіздік. Онда да өзім жүргізуші болдым. Жалпы халық ыстық ықыласпен қабылдады. Ескі әндерді айттық. Бәрі риза қош болды. Керек десеңіз, телевизияның өзі жақсы мақтаулар айтып жатыр. Телевизияның режиссері, сол кездегі филармонияның режиссері. Хабар арнасы түсірді ме? Иә, хабар арнасы түсірді. Хабар арнасынан бұйырса енді жақындатына көрсетіледі. Демек, бұның өзі де біздің сол ұзақ жылдық тәжірибеміздің арқасы, тәжірибеміздің қорытындысы деп айтуға болады. Жаңаөен айтып отырсыз, 20 неше жыл болды деп, 98-ден бастап. Енді ол бірінші намыстан туған дүние болып тұр ғой. Жаңағы сатушының басты ұлт екенін, біздің қазақ неге сатпайды деп. Негізі сіз сол тың жобаны бастадыңыз ғой. Еще жаңағы сол бізде тыңдадық кассеталарыңызды. Қаншама сол арғы бетте, яғни жаңағы Шинжаң өлкесіндегі қаншама жұлдыздардың бағын аштыңыз, жұлдыз жасадыңыз. Сосын жаңағы елге, жерге осы қазақ елінің өнерпаздарын апардыңыз ғой. Қаншама әнші, қаншама ақындар, сатира саласында да. Мен ойлаймын, ол мәрет алмасу. Содан кейін енді жаңағы
20-сы күні концерт өтті, жақсы өтті. Ендігі ойыңыз, планыңыз тағы да жалғастыру ойыңызда басқа қалаларда? Ендігі планым былай. Жалпы бұл жаңа әуенді енді бастағаннан кейін тастамаймыз деп ойлаймын. Жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл енді оңай еңбекпен келген жұмыс емес. Жаңа әуенді анау арысын айтсақ 97 содан есептегенде қазір 29 жыл болды. 29 жылдық жұмыс оңай жұмыс емес. Келер жыл біздің 30 жылдығымыз болады. Мүмкін 30 жылдық концерт береміз келер жылы арнау жаңа бұйырсын. Ал енді Астанада бірінші біз Елордасы Астанада бердік жаңа әуеннің көлемді концертін. Тұңғыш көлемді концерт деп айтуға болады. Енді әрине Алматы мегаполис. Алматыда бермеу мүмкін емес. Біз сұраныс бар ма? Сұраныс бар. Қазір сұраныс бар. Сұраныс Алматыға қашан бересіздер деген халықтың сұранысы көп. Сондықтан енді бұл жолы Алматыға беретін концертіміздің атын Алматыда жаңа әуен деп қоятын болдық. Астанада берген концертіміздің аты Атажұртта жаңа әуен болатын. Өйткені енді Қазақстан бүкіл қазақтың атажұрты. Сондықтан біз Елордасында болғаннан кейін әрине жаңа әуен Атажұртқа келді деген мақсатпен Атажұртта жаңа әуен деп бердік. Енді бұдан кейін концертіміз ары қарай Алматыда жаңа әуен, Талдықорғанда жаңа әуен, Өскеменде жаңа әуен деген сияқты сөйтіп кете береді. Дұрыс екен, дұрыс. Керемет. Енді жаңа әуеннің елдің есінде қалуы, сағыну деген ол тегінен емес. Сол сіздер жасаған жұлдыздардың елдің жүрегіне орын ала білгендігі деп есептеймін. Әйтпесе жарқ етіп, 1-2 жылдан кейін жоқ болып әншілер көп қой. Ондай талай жобалар да болды. Үзіліп қалған. Бәрі ел сағынып қайта сұрау деген ол сіздің еңбектеріңіз. Бірінші жаңағы ұйымдастыра білуіңіз, екінші соған табандылықпен еңбек етіп, табан етіп маңдай теріңізді 30 жыл келер жылды айтып жатсыз. Ол оңай еңбек емес. Сосын енді сіздердің жаңағы жазылмаған заңдарыңыз, ұжымның ішіндегі тәртіп, оның бәрін өзіңіз орналастырып, сіз бір жағы продюсер деген сол ғой, бәрін үйлестіріп, орнын тауып, жоқ нәрсені жасау. Сосын адаммен жұмысшысыз оңай емес қой. Оңай емес. Мынау жұлдыздардың мінез өзі қызық болады ғой. Әртүрлі еркесі бір. Сосын жаңағы қошамет, шалқайып қалады деген сияқты, жаңағы эмоцияға беріп кететін деген сияқты. Енді қайырлы болсын жаңа беретін концерттеріміз, сіздің жобаңыз. Сосын жаңа мен концертте бұрын жаңа әуенді 20 неше жылдан білеміз ғой. Мен осы жаңа әуен жаңа хит болған кезде осы қазақ еліне кетіп қалдым да. 2002. Мен енді 4-5 әншіні білдім жаңағы. Қажымұратты, сосын Ахметжанды, сосын Айнұр әпкемізді, және Дәурен Нұрғожаларды. Сосын мен осы концертті танылдым, сол концертте көзім жетті. Анау Дариға деген ән бар ғой, Музарт орындайтын. Иә. Сол сіздегі Ержан Мадиярдың әні екен ғой? Иә, Ержан Мадиярдың әні. Біздің енді әндеріміз ол Ержан Мадиярдың әнінен басқа біздің жалпы Ахметжанның әнінің өзі бұл осы Нұржан Қалжанды хит қылды. Иә, Ахметжан әні. Ал енді Қажымұраттың әні де қаншама жұлдыздардың аузында жүр. Одан сырт енді біздің әндеріміз есті әндер, жеңіл ән емес. Сондықтан біз жеңіл әндерді айтуға бейімделіп, соған қарай ыңғайланған жоқпыз. Тез айтылып, тез ұмытылатын емес. Жалпы біз соны осы елдің есінде мәңгі қалатындай әндерді айтуға тырысып келеміз. Сонау 20 жылдың алдында айтқан әндерді қайтадан жаңғыртып айтып едік. Халық қандай сағынып қалған сол әндерді қайтадан ыстық ықыласпен қабылдады. Сондықтан біздің сол кездегі өзіміз таңдап алған әндеріміз барлығы да ол жеңіл-желпі емес, ескі әндер болғанмен ол есті әндер. Сіз енді жаңа әуенді тек жұлдыздар жасадыңыз ғой. Сонымен бірге қандай мамандық иелері жетіліп шықты жаңа әуеннен, жаңа әншілерден тыс, жаңа концерттен тыс, сосын екі елдің арасындағы жаңа менеджерлер арасынан тыс қандай мамандық иелері жетіліп шықты осы жаңа әуеннің арқасында. Сол мамандар сол өзінің еңбегінің жемісін жеп жүрген шығар. Әрине. Біздің енді жаңа әуеннің әндерінің осы күнге дейін жалғасып, осы күнге дейін елге сағынышқа айналуына тек қана сол әндерді менің таңдауыма ғана байланысты емес, оның аранжировкасын жасау, оған бейнебаян түсіріп, көркемдеп әрлеп елге жеткізу, о да бір үлкен мәселе.
адамдарға айнытпай керемет қылып жеткізу ол бір үлкен мәселе. Соның басқасында болған мысалы Махмұт Рахымжан, аранжировщик, өңдеуші. Ал бейнебаян түсіретін Камалжан Тәліпұлы. Енді одан басқа жалпы біздің осы құрамымыздағы әнші күйшілеріміз бар. Сол кезде менің ағам Еркін Нұрмұхан да болды. Осы біздің жұмыстың басқасында. Сол сияқты енді бізде көптеген мықты азаматтар бірге. Сосын жаңағы мысалы концерт қоймаса жарықты, дыбысты қайдасыздар? Сырттан аласыз ба, жоқ ол да өзіңізден? Ол да өзімізден. Оны өзіңіз тәрбиеледіңіз? Ол да өзіміз тәрбиеледік. Мысалы, жарыққа біздің Айдын Жанат деген жігітті, оны біз арнаулы сонда оқыттық, тәрбиеледік. Қазір енді бүкіл Қазақстанда, Астанада үлкен концерттерді сол жүргізіп осы жолы біздің концертімізде де жарықта сол өзі отырды. Енді дыбыста да өзіміздің адамдар отырды барлығы. Негізі біздің адамдарымыз бұл жағында концерттік салада бүкіл аппаратураларымызда жарық, дыбыс қоюшы барлығы өзімізді, өңдеуші, әнші сақадай сай тұр. Үлкен бір компания ғой, сонда өнердің бәрі тоғысқан. Егер жалпы мен дайын болсам, басқа команда дайын тұрасыз қазір. Кез келген концертті ұйымдастырамыз десе ұйымдастыруға мүмкіндігіміз бар. Бірақ біз әлі де жалпы командамызға өзің сияқты мықты азаматтар тартуға мүдделіміз. Бұдан кейін де басқа да маман иелері, сосын мықты әншілер егер бізбен бірге боламыз десе, біз қарсы емеспіз. Есігіміз ашық. Өте керемет. Енді өнеріңді жаңа құдіреттілігі сода ғой. Елдің көңілінен шығу, сосын бағана айттыңыз ғой, есті әндерді айтуға тырыстық деп. Жанып өшіп қалатын әндер көп қой. Оның басқасында өзіңіз болдыңыз, сосын жинаған жаңағы өзіңіздің командаңыздың да. Менің бір неті білетін, халықтың жүрегінде, санасында бар да халықтық әуен. Қазақ, таза қазақи әуендер. Басқа Еуропаның нелері кірмеген, өзі сондай сөзді әуендерді бір қазақтың айтады қоңыр деп. Қоңыр әуендер осы сіздердің жұлдыздарың айтып жүрген. Жаңағы айтқанымыз Дариға Айқандай ән, сөзімен әні керемет. Одан басқа қандай жұлдыздар айтады? Жаңағы Нұржан Қалжаннан басқа, Ұлбұлыстан басқа. Енді Ахметжанның әндерін барлығын бір-бірден атау қиын. Қазір есімде де жоқ, бірақ біраз жұлдыздар айтып жүреді. Қазақстан эстрадасындағы салыстырмалы түрде ұқсамайтын бір ерекшелігіміз бар біздің. Дұрыс, соны байқап отырмыз. Біз сол ерекшелігімізбен ерекшеміз. Енді бізде жаңағы аранжировщиктарымыз, сосын кейбір мамандарымыз айтады да маған, жоқ біз осы неге икемдер осындай осы Қазақстанның өнерпаздарымен бірдей бір деңгейде сондай бір болмаса соларға ұқсатып бірдеме жасайық деп сөйтеді. Жоқ, мен айтамын, жоқ, оған келіспеймін. Өйткені табиғат өзінің алуан түрлігімен көркем. Дұрыс айтасыз. Алуан түрлігімен көркем. Егер біз осы Қазақстанда не істеліп жатса, соны істеп қайталайтын болсақ, онда біздің ерекшелігіміз, біздің көркемдігіміз қайда қалды? Өз жолдарыңыздан таясыз. Иә, біз өз жолымыздан таямыз. Сонымен бірге қазақ эстрадасының, қазақ өнерінің жаңағы табиғаты жойылады. Қазақ өнерінің табиғаты қандай болу керек? Әрине алуан түрлі болу керек. Тек қана бірыңғай бір неде бір слотта сондай болмау керек, әртүрлі болу керек. Сол үшін соның әртүрліліктің біреуі біз деп айтамыз, яғни біздің Қытай қазақтарының мәдениеті. Дұрыс айтасыз. Мынау дәстүрлі әндерде бар ғой, мысалы бұрын Арқа мектебі, Жетісу мектебі, сосын Батыс мектебі, сол сияқты мынау дүниеде шашырап кеткен қазақтар бар ғой, әр Қазақстан тыс жерде мемлекет бар. Сол қазақтардың өздерінің әуендері бар. Өздерінің жаңа шыққан сол ортаға байланысты, сол жердегі өзінің дәстүр салтына шыққан әндер ғой, сіздердің айтып жатқандар. Сосын бағана тағы да концерттен кейін, концертті мен жүргізіп неден дұрыс тыңдай алмаппын. Ахметжан менен Маржан Арапбайдың әні аты қалай еді? Келшібағым. Енді сол әнді мен ертесінде тик-токтан көрдім да, сізге жібердім ғой, мынау ән авторы кім, не деген керемет орындалды.
Ол жаңа заман тілімен айтқанда хит болып кеткен сияқты. Иә, хит болды. Бұл ән Болатбек Оразбайдың әні. Ақын ба? Иә, ақын Болатбек Оразбайдың әні. Бұл негізі 16 жылдың алдында жазылған ән екен. Сонда Ахметжанға беріп, Ахметжан біздің сол 2013 жылғы концертте орындап шыққан. Бірақ енді оның алдында шыққан. Бірақ концертке орындалу тұңғыш рет 2013 жылы орындалған. Сонда енді сол кезде де жақсы таралған. Бірақ Маржан Арапбай екеуі бірлесіп осы сахнада орындағанда ол басқа бір түс алды. Басқа бір деңгейге жеңілді. Басқа бір және бір қырынан ашылды ол ән. Сонымен бүкіл қазір әлеуметтік желіде оттай қызып тұрған әннің біреуі болды. Бұл да енді жаңағы әншінің күші, әншінің бағы. Жаңа өнің жеткен жетістігі ғой. Жаңа өнің жеткен жетістігі деп айтуға болады. Өйткені бір концертте бір хит ән шығу деген ол үлкен жетістік. Дұрыс айтасыз. Үлкен жетістік. Сондықтан біз осындай бір жетістігімізбен қуанамыз, әрі мақтанамыз. Енді осы әнім хит болады деген талай ән хит болмай қалды ғой. Жаңа 13 жылдан кейін Астанада, Атажұртта жаңа өнді осы ән хит болды ғой. Керемет болды. Осында жаңа өнімдер көп болсын деп тілейміз. Жаңа өнді, жаңа хиттар. Жақсы, рахмет. Әрине, жаңа өннің концерттерінде бұдан кейін де жаңа хиттар шығатынына сенемін. Біз де сенеміз, халық та сенеді, соны күтеді деп ойлаймын. Жақсы. Себебі сіздердің еңбектеріңіз жемісті болатыны. Ераға енді уақытыңызды алып қойдық. Рахмет. Тағы да сұхбаттасатын күндер көп болсын. Жарайды, онда жаңа өннің ары қарай жаңғыра беруін тілейміз бәріміз. Барлықтарың соған Жақсы, рахмет. Жаңа өн қолдау, қуаттау көрсетіңіздер. Рахмет. Жаңа өн жаңғыра берсін. Жақсы. Жаңа форматта. Жарайды. Рахмет.